Соңғы кездері жүргізіліп отырған интеграциялық саясат тек отандық кәсіпкерлерге ғана емес, трансұлттық кәсіпорындарға да кең мүмкіндік беріп отыр. Кәріз құбырлары мен есік терезеге арналған пластик шығарумен айналысатын немістің Funke Group кәсіпорны кеден одағының нарығына шығу үшін Астана маңынан бөлімшесін ашты. Беларусь емес, Ресей емес, неге Қазақстанды таңдады? Себебі біздің елдің оңтайлы географиялық орында айтпағанда, үкіметтен бизнеске берілетін жеңілдігі көп. Бүгін өңірлік даму министрінің бірінші орынбасары кәсіпорынға барып, оның жұмысымен танысты. Неміс технологиясымен жасалған өнімді тілшіміз Дулат Абибулаев та көріп қайтты. Германияда президент мысал қылып жүрген атадан балаға жалғасатын отбасылық бизнес жақсы дамыған. Кох Петер өз өнімімен Еуразия нарығын игеру үшін Астанаға арнайы келген. Себебі елде инвестициялық климат ерекше, министрлікте өндіріс ошағын құруға қол ұшын берген. Кәсіпорынды ашуға Қазақстанды арнайы таңдап алдық. Логистикалық жағынан барлық елге тауар тасымалдау оңай. Былтыр 11 миллион доллар инвестиция тарттық. Биыл тағы 3 миллион еуро қаржы саламыз. Мұның 70% өз қаражатымыз. Қалған 30% даму қоры арқылы қаржыландырылды. Кәсіпорында қазір 70-тен аса адам жұмыс істейді. Барлығы дерлік Қазақстан азаматтары. Бауыржан Сайынбөлеков зауытта инженер, кәсіпорын есебінен Германияда арнайы оқып келген. 10 жылдық тәжірибем бар. Осы компанияда істеп жатқаныма өзім мақтан тұтамын. Қарапайым кәсіби мектепті бітірдік қой. Ондай жоғары білім болмаса да, міне Еуропа елдерінде болып келіп, қандай күшті тәжірибелер алып келдік. Қазір барлық қоспалар мен шикізаттар кәсіпорынға Еуропа мен Қытайдан әкелінеді. Кездесуге келген вице-министр бұл шикізаттар мұнай мен газдан жасалады. Сондықтан болашақта отандық шикізатты пайдаланатын боламыз деді. Бізде ондай әлі циклды жасап атқан жоқ. Сол себептен енді атырауда шығарады деп отыр. Сол себептен мен айттым, оны Еуропада неге алып келесіз деп. Өйткені айтайық, әлі Қазақстан жасамайды, бірақ жасауға тиіс. Сол себептен онда Қазақстандан алып келсек, онда толықтай осы затты Қазақстанда шығарды деп айтуға болады. Бір жыл бұрын ғана жұмыс істей бастаған кәсіпорын қазір 40% өнімін ішкі нарыққа, 60%-ын Ресейге шығарып отыр. Кәсіпорын ұжымы Еуразиялық экономикалық кеңістік аясында кез келген бәсекелестікке төтеп беруге дайынбыз деп отыр. Дулат Абибулаев, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.